Ассалаумағалейкум, құрметті кәсіпкерлер. Енді сіздерге бір пайдалы видео болсын менен. Осындай салық қарызы шығып тұрады. Егер де қате төлеп қойсаңыздар, бұл жерде жұмыскердің салығын алғанда табыс салығына төлеп қойған. 101-201 орнына 101-202 төлеп қойған. Енді бұндай жағдайда, егер сіздер сондай болып қалса, онда зачет жасауға болады. Ол үшін e-салық бизнес деген приложенияны соткаңызға жүктеп аласыз. Бұрын біз кабинет арқылы жасайтынбыз, енді осы арқылы жасауға да болады. Негізі бұрыннан бар, сізге түсіріп қойайын деп жатырмын видео. Соған кірсеңіздер, налоговый кошелекке кіресіздер де, управление переплата дейсіздер. Бірінші жерде сіздер ИП-ны тіркелген адресін жазасыздар. Бізде Алматинский район. Сосын 101-201, яғни 202. Қай жерге төленіп кетті, соны жазасыздар. Пеня емес, бізде налог. Сосын для зачета деп жазасыздар, таңдап. Егер возврат болса, возврат деп счетыңыз жазасыздар. Екінші жерге сіз қай жерге ауыстыру керек бізде? Сол налоговый орган бізде бір, Алматинский район. Сіздерде басқасы болуы мүмкін. КБК таңдайсыздар, яғни қай жерге ауыстыру керек бізде? 101-201-ге ауыстыру керек, яғни қай жерден ауыстырасыздар осыған. Оны жазасыздар да налог таңдайсыздар. И сумманы қарайсыздар лицевой счеттан. Бізде 18 мыңға жуық ақшаны аударамыз. Ақшаны жазасыздар да отправить етесіздер. Сосын жібергеннен кейін қарайсыздар. Жіберілу керек, ешқандай ошибка шықпау керек. Историядан қарайсыздар. Заявлениеңіз тіркеліп тұр. Обработкадан принято деп шығу керек. Принято. Шыққаннан кейін 5 күннің көлемінде сізге аударылады лицевой счетыңызға. Сол жерден қарасаңыз болады, лицевой счетқа түскенін көресіздер. Біз осылай жібердік. 5 күннің көлемінде бізге түсті. Лицевой счетты қайтып қараған кезде ол ошибка бізде бағанағы салықтар кеткен. Енді қарадық, міне, енді 101-201-де бізде жердегі сумма кеткен. Енді бағанағы кешіктіріп төлеген үшін соның пенесі шығып тұр. Соның пенесін төлейміз бағанағы. Енді общий қосқанда 27 мың шығып тұр. Енді соны төлейміз тек қана.